Амр ибн ал-Ас радиаллаху анху. Амр ибн ал-Ас деген сахаба болған, білесіздер. Мысырды фатх қылған. Басында исламның қаш жауы болған. Кейіннен исламға келіп, Мысырдың ашылуына себеп болған. Не үшін Мысыр деп ерекше айтып жатыр десеңіз, пайғамбар алейхиссалату вассалам ерекше тілге алған. Менің нағашы жұртым болып келеді дейді. Не үшін? Себебі атасы Исмаилдің анасы Хаджар Қыпти еді ғой, Египеттік еді. Және менің қайын жұртым да болады деп. Мария анамыз Қыптия еді. Истаусу бил Мыср, Мысырға деп пайғамбар алейхиссалату вассалам ерекше айтқан екен. Неге десең, шында да халқы Әл-Азхар университетін білесіздер ғой, қазір бүкіл әлемге қаншама діни мамандар дайындап беріп жатқан ел. Әл-Азхар университетін көптеген ұстаздар бітіріп келді. Тек біздің елде емес, бүкіл әлемде. Енді қаншама сауапты істер істеп жатыр. Қаншама адамның тура жолға түсуіне себеп болып жатыр. Солардың барлығы сол елді бірінші болып барған, ашқан, сояққа дінді жеткізген адамға да сауап жазылып отырады. Сол кісінің алдына бардық дейді. Хал үстінде жатыр еді дейді. Яғни өлім халінде жатыр еді дейді, төсекте жатыр еді дейді. Қатты жылады дейді. Көзіне жас алып жылады. Бетін қабырғаға бұрып алып тұрып, еңіреп жылады дейді. Адамдарға қарағысы келмей. Сонда оның баласы келіп, жұбатып атты қасына келіп, я әбәтә, әкешім, әкетайым деп қасына келіп жұбатып. Пайғамбар алейхиссалату вассалам саған сүйіншілеген емес пе еді сені? Саған сүйіншілердің қатарына кіресің ғой деп. Қайта-қайта, әмә башшарака Расулуллах саллаллаху алейхи вассалама бикәзә, сені бұлай деп пайғамбар алейхиссалату вассалам мақтап сүйіншілеген еді ғой сені. Неге жылап отырсың деп келіп жұбатқысы келеді. Сонда бетін бұрып, біздің істейтін амалымыздың ең хайырлысы ол ла иляха иллаллах деп, Мұхаммад Расулуллах деп куәлік беру. Яғни мұсылман адамның ең хайырлы ісі ла иляха иллаллах, Мұхаммад Расулуллах деп, Аллада басқа тәңір жоқ, Мұхаммед алейхиссалату вассалам оның елшісі деп куәлік беру. Деп сөзін ары қарай жалғады дейді. Мен 3 түрлі кезеңнен өттім. Біріншісі, дұшпан болдым. Пайғамбар және оның дініне өте қатты дұшпан болдым. Менен асқан ешкім бұлай дұшпандық жасаған жоқ дейді. Қайда көрсем, соны өлтірсем екен, шамам келсе, мүмкіншілігім болса, мен оны өлтірсем екен деген ойда жүрдім басында дейді. Егер сол халде өліп кеткенімде не болар еді дейді. Сол халде өліп кеткенімде мен тозақы болар ем дейді. Бірақ Алла менің жүрегімді жібітті, исламға қарай бұрды дейді. Бәріміздің де басымыздан өткен халдер, енді аса қатты діннің дұшпаны болмасақ та, бірақ өзіміз үшін, ақыретіміз үшін де уайымдамай, дүниенің қызығымен жүрген ек. Алла не істеді? Жүрегімізді бұрды, жібітті, бері қарадық. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассаламның алдына келдім дейді. Убсут ядак. Убсут бияминак. Маған қолыңды бер дедім дейді. Маған ол қолыңды бер дедім. Берді дейді қолын. Сөйтіп қолын қыстымдағын оған ант бердім дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам заманында исламды қабылдағандар келіп ант беретін болған. Қолын ұстап, пайғамбар не айтса соны бұлжытпай орындаймын, дінім менен не талап етсе соны істеймін деп кәдімгі ант ішетін болған. О антты бұзбайсың. Бізде де кейде қол бер дейсің ғой, жаңа бір нәрседе уәделесіп жатсаң, Ода тұрған ештеңе жоқ ол. Бірақ бір байлайды, байқайсыздар ма, бір сезім болады. Қол беріп қойдым ғой мен, қой енді. Тұрайын. Сөз беру, ол да бір байлайтын нәрсе. Бірақ қол беріп қою, ол да басқа. Бала күнімізде кессең кес деп, біреуді куә қылып тұратын деп, болды деп. Ол бар нәрсе шында да. Адамды байлайды, көрінбейтін нәрсе көзге. Қолын ұстадым да шартым бар деп айттым. Шартың не деп пайғамбарымыз сұрады дейді. Біріншісі, менің күнәмді кешсін Алла. Енді сен араша түш, айт Аллаға.
менің күнәмді кешсін. Күнәм кешірілетін болса, қызметке дайынмын дегенде, яғни үйтпесең бүйтпеймін деген емес, бастапқы кездегі өзінің өтініші ол. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам, исламға келген адам өткен күнәсінің бәрі кешірілетінін білмейсің ба? Хижрет жасаған кезде адам оған дейінгі күнәлар кешірілетінін естімеп пе едің? Қажылық жасаған кезде оған дейінгі күнәларың барлығы жойылатынын естімеп пе едің? Деп пайғамбарымыз мені сүйіншіледі дейді. Яғни осы амалдар өткен күнәнің бәрін кешіріп отырады сенің. Біріншісі, исламға келіп, кәлима ла иляха иллаллах Мұхаммад расул айтсаң, өткен күнәларын кешіреді. Хижрат жасасаң. Енді пайғамбар алейхиссалату вассалам Меккені алғаннан кейін хижрат жасау тоқтады. Бірақ сізбен біз үшін де бір хижрат бар. Ол не? Жамандықтан хижрат жасау. Естеріңізде болса, өткен дәрістерімізде хадисте келгенеге, Алла тыйым салған нәрседен хижрат жасау. Хижра деген не ол? Ол тастап ол. Басқа жақ қарай, ізгілік жақ қарай көшу. Негізі хижраттың мағынасы сол. Айтпесе пайғамбар алейхиссалату вассалам бірге Мәдинаға бір қатын үшін де барғандар болды. Дүние үшін барғандар да болды. Оны айтып кетті ғой. Кім не үшін хижрат жасаса соған деді. Үйлену үшін келді ма, ол соған. Дүние іздеп келді ма, ол соған. Бірақ кім Алла және оның елшісі үшін хижрат жасаса, ол нағыз хижрат деп айтты. Демек сол уақытта да болды сондай мақсаттағылар. Оның аны жақтан 450 шақырым бер жақ қарай жүре сағаны бітті, күнәсінің бәрін кешірді деген сөз емес. Негізгі мақсат анау жамандықтан, қараңғылықтан шығып, оны тастап жақсылық жақ қарай көшу еді. Бәну Исраилда да 100 адамды өлтірген адамға Аллах Тағаланың күнәсін кешет деді. Аллах Тағала сенің күнәң кешет, бірақ шарт не? Жамандар тұратын жерді таста, жақсылар жақ қарай көш деді. Жарты жолда өліп қалды. Сонда да Аллах Тағала оны бір қарыс болса да жақсылар жаққа көшіріп, күнәсін кешті. Демек мақсат хижраттан жамандықты тастап жақсылыққа қарай көшу. Районын тастап кетпесең де, өзіңнің араласатындарыңа қара. Әлі солармен араласып жүрсің ба? Алла хидаят бергеннен кейін қимай жүрсің ба? Жоқ, егер сен соларға себеп бола алсаң, нұр үстіне нұр. Олардың бетін бұра алсаң, ең қайырлы ісің сол. Абу Бәкір келеді, я Расулулла, не істейін енді? Исламды қабылдады. Не істейін? Осыны жеткіз басқаларға. Барды да дереу 6 адамды алып келді, Ашара Мубашшараның ішіндегі. Істей алсаң, нұр үстіне нұр, төңірегіңдегі. Істей алмайсың ба, онда ауыстыр ол ортаңды. Иманыңды қуаттап, біліміңді арттырып, соларға жеткізе алатын деңгейге жеткенше ортаңды ауыстыр. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жаңағы сөздерді айтқан кезде мен үшін ең жақсы көретін адамға айналды дейді. Амр ибн ал-Ас айтты. Ең жақсы көретін адам болды дейді. Оның жүзіне қарап тұра бергім келді. Оның сол сәттегі оған деген махаббатым, оны жақсы көргенім, оны мен айтып жеткізе алмаймын дейді. Яғни ең жек көретін адамы, дұшпаны сол сәтте ең жақсы көретін адамына айналды. Мен дәл сол сәтте егер өліп кеткенімде, мен жәннати болар едім деп үміттенемін дейді. Дәл сол сәтте. Себебі жүрек тап-таза, ешқандай бүкіл істеген істерін бәрінен кешірім сұраған, тазаланған кезі. Одан кейін 3-ші кезең келді дейді. Бізді бір жерге тағайындады, басшы қылды, басқа қылды. Енді Алладан үміт етемін дейді. Мен кешірсінші деп. Себебі оңай нәрсе емес. Адамдарға басшы болу, тіршілік істеу, дүниенің ішінде жүру. Бір шетте отырып, қолға таспен ұстап, бұйырған жеп, тақуа болып отыру оңай. Бірақ халықтың ішінде жүріп, араласып, жақсымен де, жаманмен де сөйтіп тақуалығын ұстап жүру ол оңай нәрсе емес.